Қазақ тілі 3 сабақ. Жанды табиғат туралы не білетінімді еске түсіремін. Мәтін. Мәтінге тән белгілерді есімізге түсірейік. Мәтіндегі белгілер сөйлемдер мағыналық жағынан өзара байланысты болып келеді. Мәтінде бір ой болады. Мәтінге ат қоюға болады. 11 тапсырма. Гүл-гүлшерелерін мәтіннің бұдан басқа да белгілерімен толықтыр. Тақырып, тірек сөздер, азат жол, негізгі бөлім, негізгі ой, негізгі тақырып және тақырыптың мақсаты мен түпкі ойы. 12 тапсырма. Мәтінді тыңда. Глобус. 3 А сыныбында бір глобус жылап тұр екен. Сұмдық-ай, деді мұғалім шошып. Кім сені осыншама жіберлеген? Шаншаров, деді де глобус қыстыға жылап жібереді. Ол кеше сабақтың соңында бокс көрсетемін деп мақтанып, менің басымнан төмпештеді. Әй Шаншаров-ай, деді кейіді мұғалім. Глобуста нең бар еді? Қазір бүкіл дүние жүзі бейбітшілік үшін жер ананың жүрегінде жара салмау үшін күресіп жатқанын білмегенің бе? Орнынан сүйретілі түрегелген Шаншаров ұялғанынан қып-қызыл болып төмен қарады. Мұғалімнің нені меңзегенін түсінді. Мәтін кейіпкерлерін сипаттап жаз. Мәтін кейіпкерлеріне Шаншаров жатады және мұғалім глобус. Бұл жерде глобус сызылған, боялған және де глобусты бокс ретінде қолданып, оны жерге лақтырып тастаған Шаншаров туралы және мұғалімнің Шаншаровқа айтқан сөзі туралы жазылған. Шаншаров үлгісіз, нашар оқушы болып тұр. Бұл жерде мінездеме беретін болсақ, мұғалім Шаншаровқа жақсы сөздермен оны үлгілі оқушы ретінде тәрбиелегісі келді. Мәтіннен тірек сөздерді тап. Бұл жерде тірек сөздер сұмдық-ай, қып-қызыл және тағы басқалары. Қарамен жазылған сөйлем туралы өз пікіріңді айт. Қазір бүкіл дүние жүзі бейбітшілік үшін жер ананың жүрегіне жара салмау үшін күресіп жатқанын білмегенің бе? Бұл сөйлемде қазіргі заманда жер ананы өте қатты мәпелеп, жер ананы қастерлеп, қадірлеуіміз керек. Өйткені көп жерлер қазір бұлғанып, ластанып кеткен. Сол лас заттардан аулақ ұстап, әр бір адам өзінің тұрып жатқан айналасын тазартып, жер ананы барынша таза ұстауымыз және көгалдандырып тұруымыз керек. Шығармашылық үзіліс. 13 тапсырма. Мәтінді оқып, бөліктерді дұрыс қалыпқа келтір. Зеңгір аспанда көшіп бара жатқан бұлттар түтінге ұқсайды. Аспанда көшіп бара жатқан бұлттар зеңгір түтінге ұқсайды. Тіпті түтіннен аумайды. Әже немересіне бұлт дегенді қалай түсіндіретінін білмей ойланып тұр. Айым аспанға қарады. Аспанда шарбы бұлт көшіп барады. Әже, аспанға кім түтін жіберді? Бұлт қой ол, түтін емес. Жоқ, түтін. Өзіңіз дұрыстап қараңызшы. Үлкен кісі де көк жүзіне назар салды. Көк жүзі, түтін, зеңгір. Зеңгір, шарбы бұлт, түтін сөздерінің мағынасын төмендегі қай дерек көздерден табуға болады? Түсіндірме сөздерден табуға болады. 13 жаттығу. Мәтіндегі әже мен немересінің диалогын қатесіз көшіріп жаз. Балалар, бұл жерде мәтінде әжесі мен немересінің айтқан сөздеріні
қатесіз дәптерімізге көшіріп жазамыз. Диалогты өздерің ауызша жалғастырыңдар, және де диалогты қастарыңдағы жақын достарыңмен немесе үйдегі ата-әжелеріңмен жалғастырсаңдар болады. Тыңда. 15-ші тақырып.